Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалқанша безінің аурулары. Сабақ мақсатына келетін болсақ, қалқанша безі ауруларымен танысу, клиникалық белгілерін айыра білу, науқастарды тексеру, әдістерін меңгеру. Сабақ міндеті: қалқанша без ауруларымен ауыратын науқастарды зерттеп, тексеру әдіс-тәсілдерін меңгеріп, техникасын үйрену. Сабақты бастамастан бұрын, студенттер, өткен сабақты қайталайық. Яғни өткен сабақтың тақырыбы бүйрек аурулары болатын. Бүйрек және несеп ағар жолдарының ауруларының негізгі шағымдары. Бастың ауырсынуы, бүйрек және несеп ағар жолдарының ауырсынуы, жүректің ауырсынуы, дәретке отырған кездегі ауырсыну, ісінулер, несеп бөлінудің бұзылуы, көрудің нашарлауы, ентігу, қызу көтерілуі және терінің қышынуы. Сонымен қатар жалпы әлсіздік, тез шаршағыштық сияқты белгілер жатады. Бүйрек және несеп жолдары зақымданғанда ауырсыну бел аймағында, несеп жолдарының бойында және қуық тұсында болады. Ауырсынудың тұрақты және ұстамалы түрі не бір жақтан не екі жақтан бірдей байқалуы мүмкін. Ал дәретке отырған кезде түйіліп ауыратын ауырсыну цистит пен уретритке тән. Жүрек тұсында ауырсыну бүйрек ауруларының салдарынан, тәж артерияларының атеросклерозынан, бүйрек гипертониясынан және уремиялық перикардиттен пайда болады. Сонымен қатар, бүйрек ауруларының ең негізгі өзгерісі ол диурездің өзгеруі. Диурездің өзгеруіне біз олигурия, анурия, полиурияны кіргіземіз. Олигурия дегеніміз тәуліктік диурездің 500 мл-ден төмен болуы, аз болуы. Ал анурия дегеніміз 100 мл-ден төмен болуы. Сонымен қатар, шынайы анурия деген бар, ол бүйректен зәрдің қуыққа келіп түсуінің тоқтауы. Ал полиурия дегеніміз тәуліктік диурездің 3 литрден жоғары көп болуы. Және артериалдық гипертензия. Бүйрек ауруларының салдарынан артериалды қысым көтеріледі. Бұл қысымның ерекшелігі әсіресе диастолалық қысымның көтерілуі. Бүйрек ауруларында гломерулонефрит, пиелонефрит, бүйрек ұлпасында қан айналым бұзылып, бүйрек қаназдықтан ішкі секреция мүшесі болып қанға ренин бөлінеді. Ал ол ангиотензинге айналып, қан қысымын көтереді. Қан қысымы көтерілген кезде пациентте басы ауырады, басы айналады, жүрегі қағып, жүрек тұсында ауырсыну пайда болады. Ісінулер. Бүйрек ауруларында ісінулер жедел және созылмалы гломерулонефритте, нефротикалық синдромда, бүйрек амилоидозында байқалады. Пациенттен ісінулер қай жерде пайда болып, қалай денеге жайылуын және таралу жылдамдығын сұрау қажет. Бүйрек ісінулері жүрек ісінулеріне қарағанда көбінесе ертеңгісін көз астында пайда болып, кейін аяқтарына түседі. Ал өте ауыр жағдайда науқас көп болып ісінеді, оны анасарка деп айтаймыз. Бүйрек ісінулерінде тері бозарып, суық болады. Пациенттер ыңғайлы жағдай іздемейді, ентігу болмайды. Қалтырау, қызу көтерілуі бүйректің және несеп бөлу жолдарының қабынуының салдарынан болады. Терінің қышуы, уремия кезінде мочевина кристалдарының тері бездерінің саңылауына жиналуына байланысты болады. Және пациенттен анамнез жинаймыз, яғни аурудың анамнезі. Біріншіден, пациентті сұрағанда осы аурудың белгілері пайда болардың алдында қандай қабыну ауруларымен ауырғанын анықтау керек. Әсіресе диффузды гломерулонефритте дәлелдеу керек. Бұрында бүйрек ауруларымен ауырғанын анықтау керек. Пациенттен өндірістік уланулар, қабылдаған дәрілері туралы мәлімет жинау керек. Ауру созылмалы болса, қай себептен асқынғанын, жиілігін, клиникалық белгілерін, емделуін және оның нәтижесін дәлелдеу керек. Келесі кезекте зерттеудің физикалық әдістері. Жалпы пациентті қараймыз, яғни пациентті қарағанда фельдшер немесе дәрігер біріншіден оның жағдайын бағалау керек. Өте ауыр жағдай немесе ес-түссіз және кома, ол бүйректің ауыр зақымдануында байқалады және бүйректің жетіспеушілігімен білінеді. Ал орташа ауыр мен қанағатты жағдай бүйректің жеңіл зақымдануында болады. Пациенттің төсектегі жағдайы аурудың алғашқы кезеңінде белсенді болады, ал уремиялық комада пассивті. Коматозды жағдайда пациент зақымданған жағында аяқтарын, тізе, жамбас буындарын бүгіп, ішіне қарай тартып жатады. Бүйрек шаншуында пациент мазаланып, айқайлап, өзіне орын таппайды.
жедел және созылмалы гломерулонефритте, нефротикалық синдромда, пилонефритте пациентте ісінулер байқалады. Бүйрек ісінулерінің ерекше белгілері: науқас беті бозарып ісінген, қабақтары ісінгеннен көз алмалары сарғайып, сығырайып, жатарылған. Сырқаттың ауыр түрінде ісінулер аяқтарында, қуыстарда пайда болады, кейде анасаркаға дейін. Созылмалы гломерулонефритте пациенттің терісі бозарып ісінген, теріде тырнақ іздерін байқауға болады. Құрғақ тұтықпен қапталған тіл бүйрек жетіспеушілігінің уремиясын білдіреді. Паранефритте зақымданған жағында, бел аймағында ісінуді байқауға болады. Пациентті физикалық зерттеудің негізгі әдістерінің бірі пальпация. Негізі қалыпты жағдайда бүйрек пальпацияланбайды, яғни ол немесе ісінгенде, киста пайда болғанда ғана білінеді. Бүйрек пальпациясын біз беймануальды түрде жүргіземіз. Яғни тұрып тұрғанда пациент немесе жатқан кезінде. Техникасына мән беретін болсақ, пациентті арқасына немесе бүйіріне жатқызамыз және дәрігер пациенттің оң жағына отырады. Сол жақ бүйректің пальпациясында дәрігері оң қолын бел аймағына 12 қабырғаға жақын қояды. Сол қолын ішіне қабырға доғасынан төмен және оған перпендикулярлы іштің тік бұлшық етінен шетке қарай орналастырады. Пациентті бұлшық еттерін босатып терең демалуын сұрайды. Ауа шығарған кезде дәрігер сол қолын ішке қарай төмен басып, артқы қабырғаға тіреледі. Ал оң қолымен сол қолға қарай басады. Қолдарын жақындатып, дәрігер пациентке ішпен терең демалуын сұрайды. Егер бүйрек төмен орналасқан болса, онда бүйректің төмен жағы сол қолдың астымен өтеді. Бүйректі сипап анықтау мүмкін болмаған жағдайда оның түрін, консистенциясын, үстінің сипатын, ауыратынын және жылжымалығын анықтау керек. Сау өзгермеген бүйректің түрі ірі бұршақ тәрізді, консистенциясы шымыр серпінді, үсті тегіс, өзі жылжып орнынан қозғалып тұрады, яғни жылжымалығы жоғары, яғни қалыпты. Бүйректі пациент тұрып тұрғанда анықтауды Боткин ұсынған. Ол пациент жатқан кездегідей ережелермен жүргізіледі. Пальпация бүйректің төмен түсуін нефропатозды анықтауға мүмкіндік береді. Нефропатоздың 3 кезеңі анықталады. Біріншіде бүйректің төмен жағы анықталады, екіншіде бүйректің тұтас өзі анықталады, үшіншіден бүйректің ары бері еркін жылжығанын және өте төмен түскенін анықтаймыз. Пальпация әдісімен қуықты да анықтауға болады. Қуық толып тұрған кезде қасаға үстінде эластикалық былқылдаған ісіну анықталады. Өте толып кеткенде кіндікке дейін көтеріледі. Бүйректің үстінде ішектер орналасқандықтан перкуссия кезінде тимпаникалық дыбыс беріп, шекара анықтау мүмкін емес. Ұрғылау әдісі ғана үлкен маңыз береді. Дәрігер сол қолын пациенттің беліне қойып, оң алақанының қабырғасымен не жұдырығымен жайлап үстінен ұрады. Пациент ауырсынуды сезсе, симптом оң болып саналады. Бұл пастернацкий симптомы деп аталады. Пастернацкий симптомы пиелонефритте, паранефритте, миозитте, радикулитте анықталады. Қалқанша без барлық омыртқалы жануарларда болатын ішкі секреция бездерінің ішіндегі ең ірісі. Қалқанша без көмейдің алдыңғы жағында орналасқан. Ересек адамдарда оның салмағы шамамен 30-60 грамм, пішіні таға тәрізді, бірімен-бірі өзара байланысқан екі бөліктен тұрады. Қалқанша безде іші шырышты затқа толы қуыстар бар. Шырышты заттан тироксин гормоны бөлінеді, ал оның құрамында йод болады. Толығырақ айтатын болсақ, қалқанша без фолликула дейтін жасушалардан тұрады. Сол фолликуланың ішінде коллоидты заттар болады. Яғни сол коллоидтан бізге тиісті тироксин гормоны бөлінеді. Осы тироксин гормонының негізгі қызметтеріне көз жүгіртсек, тироксин гормоны барлық зат алмасуға қатысады. Соның ішінде нәруыз бен май алмасуына қатысады. Ағзаның өсуі мен дамуына әсер етеді. Жүйке жүйесі мен жүрек жұмысының қозуын арттырады. Қалқанша бездің гормондарын жалпы тироксин деп қарастырғанмен, оның өзіндік компоненттері болады. Яғни айта кететін болсақ, ТТГ, яғни тиреотроптық гормон, ол гипофиз гормоны болып табылады. Қалқанша оның негізгі қызметтеріне айтатын болсақ, қалқанша без жұмысын белсендіреді,
TH Т4 гормондарын тасымалын реттейді. Ал TH Т4 дегеніміз қалқанша бездің гормондары болып табылады. Оның негізгі қызметтері ағзаның өсуі мен дамуына әсер етеді, зат алмасу процестерін реттейді. Және де тиреоглобулин дейтін қанның спецификалық компонентінің қызметін айта кетейік. Яғни тиреоглобулин концентрациясы көрсетеді келесідей: бездің көлемін, оның функционалдық белсенділігін, қалқанша бездің ауруларын көрсетеді. Ендігі кезекті қалқанша бездің ауруларынан беретін болсақ, ең алдымен жемсау, йод жетіспеушілік ауруы, яғни ол йод тұтынудың азаю нәтижесінде қалқанша без функциясының бұзылуынан пайда болатын патологиялық жағдай. Бүкіл жер шарында 650 миллион адам осы дертке шалдыққан. Жиі бұл аурулар тобына йод жетіспейтін аймақтарда тұратын тұрғындарда йод тапшылығы әсерінен болатын және қалқанша безінің қабыну немесе қан кетуімен байланыссыз ұлғаюы, және де оған эндемиялық немесе йод тапшылықты жемсау жатады. Егер де қалқанша бездің тіпті бірінші дәрежелі ұлғаюы балаларда және жасөспірімдерде 5%-ға дейін жетсе, ал ересектерде 30%-ға дейін жетсе, онда бұл аймақ йод дефицитті немесе эндемиялық аймақ деп аталады. Жалпы алатын болсақ, йодтың тәуліктік мөлшері 150-250 микрограмм болып табады. Яғни организмге йодтың мөлшері күніне 100 микрограммнан аз түсетін болса, оның яғни компенсаторлы механизм ретінде қалқанша бездің ұлғаюы дамиды. Жемсаудың диффузды, түйінді және аралас түрлері болады. Қалқанша бездің йод тапшылықты ұлғаюы спордиялық немесе қарапайым токсикалық емес жемсаудың клиникалық көріністерінен ешбір айырмашылығы жоқ. Қалқанша бездің шамалы диффузды ұлғаюы балалық шақта, әсіресе қыз балаларда пубертатты кезеңде байқалады. Ересек адамдарда диффузды ұлғаю фонында бір немесе көп үлкен көлемді түйіндер болуы мүмкін. Бұл сол аймақтағы мүшелердің қысылуына алып келеді. Қалқанша безі ұлғайған сайын гипотиреоз көрініс беруі мүмкін. Яғни жүрек қан тамыр жүйесіндегі өзгерістер, жүрек тондарының тұйықталуы, қан қысымының көтерілуі немесе төмендеуі байқалуы мүмкін. Балаларда эндемиялық зоб кезінде психикалық және физикалық дамуы тежеледі. Жыныстық жетілу мен жүкті әйелдерде жүктілік пен босану ағымының өзгерістері байқалады. Түйіндердің біреуіне спонтанды түрде қан құйылғанда температураның жоғарылауы, қабыну процесі және қан сарысуында тиреоглобулиннің мөлшері жоғарылауы байқалады. Түйінді жемсау йод тапшылықты аймақтарда жиі кездеседі. Ол қатерлі ісіктерге, фолликулярлы ісік және анапластикалық карциномаға айналуы мүмкін. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай, қарапайым ісінген, яғни үлкейген қалқанша безінің көлемі осындай карциномаға, яғни қатерлі ісікке алып келуі мүмкін. Келесі қалқанша без патологиясы гипотиреоз. Бұл гипотиреоз тироидты гормондардың тапшылығынан дамитын клиникалық синдром. Патогенезі бойынша гипотиреоз біріншілік және екіншілік болып жіктеледі. Яғни біріншілік деп отқанымыз қалқанша бездің өзінде дамитын патология, ал екіншілік деп отқанымыз ТТГ гормонының тапшылығынан дамыған патология. Яғни 99% жағдайда біріншілік жүре пайда болған гипотиреоз дамиды. Гипотиреоздың клиникалық көрінісі, яғни оның этиологиясымен, науқастың жасымен, тироидты гормонды тапшылығының даму жылдамдығымен анықталады. Гипотиреоздың клиникалық диагностикасында кездесетін басты мәселелер, яғни бұл гипотиреоздың өзіне тән клиникалық көріністері жоқ, яғни ол спецификалық симптомдары болмауы бұл гипотиреоздың диагностикасын қиындатады. Егер де айқын және ұзаққа созылған гипотиреоз кезінде науқастарда жалпы және периорбитальды ісінумен сипатталатын миксематозды сырт келбет дамиды. Беті ісінген, бозғылт сары түсті, көз қарасы немқұрайлы, бет мимикасы кедейленген, яғни маска тәріздес бет. Сонымен қатар науқас шаш сиреп, жылтырауы төмендеп және көп мөлшерде түседі. Жалпы науқастар апатиялы, баяу немесе тежелген, ауыр гипотиреозға сөйлеудің тежелуі тән. Тіпті кейде науқас аузында бір нәрсе бар секілді болады. Көмей шырышты қабығының ісінуі дауыс тембрінің төмендеп қарлығуына әкеледі.
Науқас кей сөздерді дұрыс айта алмай, кейін қайта нақты дұрыс айтуға тырысады. Гипотирозың дәстүрлі түрінде тілдің ісінуі, онда тістердің ізінің қалуы суреттеледі. Евстахи түтігі шырышты қабығының ісінуі, есту қабілетінің төмендеуімен сипатталады. Науқастар жиі терінің құрғауына шағымданады. Жүйке жүйесі жағынан науқаста есте сақтау қабілетінің және интеллекттің төмендеуі, ұйқышылдық, депрессия дамиды. 3 жастан асқан балалар мен ересектерде дамитын жүйке жүйесі жағынан дамитын өзгерістер қайтымды терапия көрінісінде оңай тосқауылданады. Тиреотоксикоз, яғни гипертироз, бұл қандағы тиреоидті гормондардың шамадан тыс болуымен және олардың әртүрлі ағзалар мен тіндерге уытты әсеруімен негізделген клиникалық синдром. Негізгі шағымдары: күйгелектік, тершеңдік, жүрек соғысы, жоғары шаршаңқылық, көтеріңкі тәбет және соған қарамастан арықтау, жалпы әлсіздік, эмоционалды құбылмалық, демікпе, ұйқының бұзылуы, ұйқысыздық, қоршаған ортаның жоғары температурасын төзе алмаушылық, диарея, көз тарапынан дискомфорт, яғни қабақ тұсындағы жағымсыз әсерлер және де менструальды циклдың бұзылуы. Науқастың анамнезінде қалғанша безінің ауруларымен ауыратын туысқандардың болуы, жиі ауыр респираторлық аурулардың болуы, жергілікті инфекциялық процестердің болуы басты рөл ойнайды. Ең алдымен науқас келгенде оның шағымдарын сұрау арқылы біз шағымдарын тыңдау арқылы оны сұрастырамыз. Яғни оның қалқанша бездің негізгі ауруларының шағымдарына, жоғарыда айтқандай тахикардия, сонымен қатар жүрек жұмысында бұзылыстар, температураның көтерілуі, ыстықтың сезілуі, тершеңдік және де жоғарылаған қозымдылық және іштің өтуі, бас ауруы сияқты көптеген симптомдар осы қалқанша безін диагностикалауда көмектеседі. Сонымен қатар әлсіздік, ұйқысыздық, яғни ұйқышылдық немесе сонымен қатар есте сақтаудың төмендеуі сияқты симптомдар жатады. Келесі кезекте зерттеудің физикалық әдістері. Ең алдымен біз пациентте қараймыз, яғни ең бірінші бет түр әлпетінің өзгерісінен қараймыз. Оған ең бірінші мимика, ол қорыққан немесе ренжіген түр болып табады. Бұл көбінесе диффузды токсикалық зобта кездеседі, немесе маска тұрған секілді, немесе мимиканың мүлде болмауы, бұл гипертирозда кездеседі. Және келесі кезекте тері жамылғылары мен шырышты қабаттарға назар аударамыз. Бозарған, салқын терілер бұл көбінесе гипотироздың бар екендігін білдіреді. Ал керісінше ыстық және де жоғарыланған эластикалығы бұл диффузды токсикалық зобтың бар екендігін аңғартады. Сонымен қатар дене құрылысына мән береміз. Егер де семіздік белгілері байқалса, бұл бізде гипотирозды аңғартады. Ал керісінше жүдеу белгілері бұл диффузды токсикалық зоб немесе гипертироздың бар екендігін көрсетеді. Физикалық зерттеудің негізгі әдістерінің бірі пальпация, яғни негізгі қалыпты жағдайда қалқанша безі пальпацияланбайды, яғни егерде өте арық кісі болса ғана пальпацияланады. Осы қалқанша безін пальпациялаудың негізгі 3 әдісі бар, яғни 3 түрі бар. Ол алдыңғы пальпация, жанынан алынған пальпация және де артқы пальпация. Пальпация әдісімен біз бездің тығыздығын, оның сипатын, түйінді түйінсіздігін анықтаймыз. Ол үшін дәрігер екі қолының бүгілген саусақтарын төс, бұғана, сүйір бұлшықеттерінің артқы қырына тереңдете сұғып, бас бармақты оның алдыңғы қырына қоюы керек. Сол кезде науқас жұтынса, қалқанша без кеңірдекпен бірге қозғалып, саусақтарының арасымен сырғиды.
Бұл тәсіл бездің көлемінің шамалы ғана өзгерісін, оның жылжымалығын, механикалық әсерден ығысу мөлшерін, ауырсынуын, тамырларының соғуын анықтауға мүмкіндік береді. Яғни мен жалпы пальпация әдісін айттым, ал жаңағы үш түрлі позициясын, яғни дәрігер жаңағы пациенттің алдында немесе жанында, артында тұрып орындай береді. Ал келесі әдіс перкуссия. Перкуссия әдісімен тек қана біз зобтың бар жоқтығын анықтаймыз, яғни жұмсаудың. Яғни патология кезінде перкуторлы дыбыстың жылдамдағанын байқаймыз. Аускультация. Аускультация әдісімен біз көбінесе диффузды токсикалық жемсаумен ауыратын және тиротоксикозбен ауыратын науқастарда осы ауруларды анықтай аламыз. Яғни ол науқастардың қалқанша безі ұлғайған, негізгі зат алмасу процестері күшейген, қан ағысы жаңағы жылдамдаған болып келеді. Сөйтіп біз онда шу мен үнді анықтай аламыз, яғни көбінесе осы қалқанша безінің васкуляризациясының жылдамдауының әсерінен біз шумдарды анықтай аламыз. Және келесі кезекте зерттеудің лабораторлы әдістері. Оған біз көбінесе қан сарысуының белоктарымен байланысқан йодты анықтаймыз, яғни бұл бөлек қан алу арқылы анықтаймыз. Және де ең негізгі зерттеу әдісі бізде ультрадыбысты зерттеу. Безі тироксин деген гормон бөледі. Біз аспаптық зертханалық зерттеу кезде бірінші микроскопиялық зерттеуге қан жібереміз. Онда қан сарысуынан зерттейді гормонды. Одан кейін ультрадыбысты зерттеу бізде ең ыңғайлы зерттеу болып табылады. Яғни ультрадыбысты зерттеу арқылы қалқанша безін қараймыз. Оған ешқандай дайындық қажет етпейді. Одан кейін рентген сәулесі, яғни сцинтиграфия деген бар. Ол да қалқанша безін зерттейтін бірден бір зерттеу болып саналады. Одан кейін пульсионалды биопсия деген бар. Ол тек қана осындай рак ауруларында тексерілетін зерттеулер. Одан кейін МРТ өте сирек тексеріледі. Тек қана сол бағанағы рак басқынып жатқан кезде ғана тексерілмесе, көп тексеріледі. Бұл бүйрек үсті бездері бағанағы. Мына енді қалқанша безі. Осылай барлық эндокриндік бездерді зерттейді. Бүгінгі материалды игере алдың ба? Ал игерсең қаншалықты игердің? Кәне тексеріп көрейік. Алдарыңызда көріп тұрғандарыңызда викторина. Яғни бұл сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап беру арқылы өздеріңіздің білімдеріңізді тексеріп көріңіздер. Және де бұл сұрақтарды стоп қоя тұрыңыздар дәл қазір, оның жауап беріп болғаннан кейін тексеріп көріңіз. Ал жауабын экранды кері айналдырып тексере аласыз. Бұл сұрақтарға жауап беріп болсаңыз, келесі кезек кеңейтілген сұрақтарда. Яғни әрбір сұраққа 30 секундтан беріледі. Сол 30 секундтың ішінде сен жауап беруің керексің.